Үйге берілген тапсырма бойынша математикалық талдау жасаймыз. Қалаған бір сөзге математикалық талдауды бастаймыз. Берілгені белгілі деген сөзді алдық. Осылай жазамыз. Табу керек. Мына дөңгелек белгі ол дыбыс деген белгіні білдіреді. Мына дауысты дыбыс, мына дауыссыз дыбыс. Осы формула, егер ол дыбыс жоқ болатын болса, мынандай белгімен белгілейміз. Ал енді есепті шешуін шығарайық. Дыбыс, біз мынаны санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Неше дыбыс бар? 7 дыбыс бар. Бөлшекті сызамыз. Оның ішінде нешеуі дауысты дейді. 4 бірішті дауысты. 1, 2, 3. 3, 4 бірішті белгіні қоямыз. Енді 3 бірішіміз дауыссыз ғой. 1, 2, 3, 4, 4. Бізге мына 4-ке 3-ті қосса 7 дыбыс шығып тұр ма? Шығып тұр. Енді жақшаны ашамыз да сол дыбыстарды жазып шығамыз. Қандай дыбыстар? Е және 2-і. Ал дауыссызға Б, Л, яғни 2 Л екен. Мына жерде. Және Г екен. Мынау Л, сосын Г. Жақшаны жабамыз. Ал кеттік. Енді бізге керегі мынау үстіндегі дауысыны бірінші шығарамыз. Дауысты дыбыстар ережеде айтқандай бірінші тілдің қатысына қарай жуан және жіңішке болып бөлінеді. Қараңыздар. Мына 3 деген санды дауысты дыбысты түсіреміз, белгісін саламыз, бөлшекті сызамыз. Үстіне жуан, астына жіңішке. Енді жуан дыбыстар нешеу бізде? Бұл жерде жуан жоқ. Е мен і дыбыстары жіңішке. Яғни үшеуі де бұның жіңішке. Жазамыз. Е, 2-і. Енді жақтың қатысына қарай. Жақ. 3 дауысты дыбыстың ашығы нешеу, қысаңы нешеу? Ережені мұқият оқыған болсақ, түсінген болсақ, ашықты білеміз. Е деген дыбысымыз ашық, і деген дыбысымыз жағымызды қысып айтқандықтан қысаң болады. Міне, жақ кеткеннен кейін ерін мен езу. Ерін, езу. Мына 3 дыбыстың бөлшекті сызамыз. Үстіне еріндік, астына езулік. Ал еріндікті айтқанда ерніміз дөңгеленіп кетеді. Біздің дыбысымызда еріндік аузымыз дөңгеленіп тұратын дыбыс жоқ. Яғни жоқ белгісін саламыз да, үшеуі де біздің езулік екен. Міне, біз дауысты дыбыстарды шығарып болдық. Енді шығарамыз дауыссызды. Дауыссыздың белгісі 4, 3 бұрыш, бөлшекті сызамыз. Үстіне ұяң мен үндіні жазамыз. Ал астына қатаңды жазамыз. Енді ұяң дыбыстар. Б дыбысы ұяң. Міне. Алдына 1 дейміз. Кеттік, қосамыз. Үнді бар ма бізде? Яғни үндіміз 2Л және мына жерде Б мен Г екен ғой, онда 2 Г дыбыс екен мен. Және 2Л, яғни жерде 4 дыбыс шығып тұр. Қатаң дыбыс жоқ. Міне математикалық талдауымыз бітті.